Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай шампиньон қосылған қозы құйрықты салат дайындайтын боламыз. Үйіңізге туылған күн или қонақ кеп қалса да жасап қойсаңыздар болады. Дастарханыңыздың көркін, сәнін ашып тұратын салат болады. Алдымен қозы құйрықтарымызды тазалап дайындап аламыз. Осылай түп жағын кішкене кесіп алып тастап, бетін осылай қабықтарын ашып дайындап аламыз. Сосын барлығын осылай бірдей етіп турап аламыз. Қазір біз бұларды пісіріп алатын боламыз. Қызып тұрған табағымызға кішкене май құйып, осылай жаңағы қозы құйрықтарды салып, 2-3 минут осылай қуырып аламыз. Тұз салып, астына жай қойып, бетін крышкасын жауып қоятын боламыз. Енді жұмыртқадан құймақ дайындап аламыз. Кішкене тұз салып, араластырып, оны да пісіріп аламыз осылай табаға салып. Енді салатымыз жинайтын боламыз. Бізде бұл жерде піскен картошка, теркадан шығарылған, салып, жақсылап үстін басып, тұз сеуіп, майонезімізді бір слой жағып, бір келкі болғанша жағып аламыз. Піскен сәбіз, оны да теркадан шығарып аламыз. Бетіне тұз, майонез жағып, жақсылап әдемілеп аламыз. Бұл жерде піскен тауықтың еті, оны да бетіне майонез жағып тегістеп аламыз. Енді тағы бір рет картошка салып жібереміз. Әдемі күшті болады. Бетіне тұз салып, майонезін жағып аламыз. Жаңағы піскен шампиньон қозы құйрықтарды салып бетін тегістеп аламыз. Енді жаңағы пісірген құймағымызды осылай кесіп турап аламыз. Бетіне көктер сеуіп, дастарханға тартсаңыздар болады.